мынау музыканың әсері ғой адамға. Музыканың әсері. Мына жақта отқанның енді көпшілігі тыңдайтын шығар енді музыка. Енді оны мысалмен келтірейік. Мынау психологияда сыртқы фактордың әсері деген нәрсе бар. Сыртқы айналаның әсері деген бар. Егер де сіз кімдермен көп араласатын болсаңыз, онда сізде соның қатарынан болып кетесіз. Енді мынау құлақтан кірген нәрсе бізге не? Мынау мінезімізді де қалыптастырады екен. Оның мысалын келтірейік. Мысалға Бах, Бетховен деген үлкен композиторлар бар, симфония жазған. Соның симфониясын тыңдап жүрген адамдар барынша негізінде тыныш, байсалды кісі болады. Ал енді ауыр метал, ауыр рок тыңдап жүрген адамдар болатын болса, ол көбінесе ашушаң болады. Біреудің сөзін көтере алмай қалады. Тағы мысал келтірейін, қара есекті тыңдап жүрген адам не болып кетеді? Қиял болып кетеді мысалға. Қазіргі өмірдегі енді былай деп айтқанда жиза ғой енді. Қиял болып кетеді ол адам. Енді қараңыздаршы, енді ойлайық. Мынау құлағында үнемі Құран жүретін адамды ойлап қараңыздар. Айналаға көз қарасын, өзгелерге қарым қатынасын қарайық ол адамның. Қандай болады? Жалпы өзімізге эксперимент жасап көрейік. 3 күн, мен бір апта десем, мыналардың бәрі ой дейін деп тұр ғой. 3 күн ғана. Мынау ешқандай музыка тыңдамай, наушник саламыз ба? Жақсы, наушник салып алып, мынау Құранмен эксперимент жасап көрейік. Құранды үнемі жүрген кезде тыңдап жүрейік. Бірден байқайсыздар. Мынау айналаңызға деген көз қарасты байқайсыздар. Мынау адамдарға сөйлеген кезде де, не деп емес. Мынау өзге, мынау іштегі біздің мынау қыр-сырларымыз шығады жаймен. Біздің ішімізде мынау тұрып тұрған. Біз жалпы неге айналамызға біз ашулымыз? Өйткені мынау сыртқы факторлардың әсерімен. Мынау сыртқы факторлар біздің мынау түпкі нәрсені не істеген? Басып тастағанда айналамызға біз мынау үстіндегі ашуды ғана көрсетеміз. Ал сол сіз тыңдаған Құран, Құранның ішіндегі оның үні, оның дыбысы, оның әріптері, егер де оны жүрекпен біз тыңдайтын болсақ, онда бізді не танымайтындай қылып өзгертіп жібереді екен мынау Құран деген нәрсе. Сол нәрсені біз эксперимент жасап көрейік иншалла.